Баршаңызға сәлем достар. Қош келдіңіздер менің каналыма. Бүгін мен сіздермен кокосовый кекс рецептімен бөлісетін боламын. Осы видеоны соңына дейін қарап, каналыма тіркеліп, лайк бас комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Бізге керек ингредиенттерді айтып өтейін. Ұн, қаймақ, жұмыртқа, қант, сары май, кокос стружкасы және разрыхлитель. Алдымен сары майымыз бен қантымызды жақсылап миксерге араластырып аламыз. Жұмыртқаны бір-бірлеп салып, тағы да миксерге араластыратын боламыз. Қаймағымызды салып, тағы да жақсылап миксерге араластырып аламыз. Ұнымызға разрыхлительді қосып, жақсылап тағы да араластырып аламыз. Кокос стружкасын салып, тағы да жақсылап араластырып аламыз. Формамды алдын ала дайындап, майлап қойдым. Қамырымыз осындай қоймалжың болуы керек. Енді осыны формамызға салып, 180 градусқа 45-50 минутқа пісіріп аламыз. Достар, міне біздің кокосовый кекс дайын болды. Осы рецептпен міндетті түрде дайындаңыздар. Видеоны соңына дейін қарағыңыздар үшін көп рахмет. Сіздермен болған Гүлсезім.